Сәлем достар. Біз теңізге бара жатырмыз. Мен қазір жүзуді үйренем. Кеттік. Бүгін Аланияда күн ыстық, 24 градус ыстық болып тұр. Біз теңізге кеттік. Жол жөнекей жеміс жидек сататын жерге кіріп шықтық. Қарбыздың маусымы басталыпты. 1 килосы 8 лира. Аланияда жолдан өткенде абай болыңыздар, өткенде пешеходта машиналар тоқтамайды. Өткізіп жіберуіңіз керек. Міне жерорта теңізіне де келдік. Біздің баратын пляжымыз ана жақта, өте әдемі, яғни құмды. Міне теңіз. Міне Каргыджак ауданындағы пляжға да келдік. Жалпы Түркияда пляждардың барлығы мемлекеттікі. Ешкім сатып алмаған, яғни мемлекеттің қарамағында. Туристер, жалпы адамдардың барлығы келіп, еркін демалып кете алады. Негізі сіздерге бір құпия айтайын. Біздің ауылда 80 көл болса да, мен жүзуді үйренбеппін. Сабақ оқи берген болуым керек. Енді осы жаққа келіп, жүзуді үйрендім. Қазір тағы да бір өзімді сынап көрейін деп отырмын. Қолды қимылдатып тұру керек болды. Аяқ қимылдатып болды. Түркия туралы басқа да қызықтарды білгіңіз келсе, менің YouTube каналыма жазылыңыздар. Міндетті түрде лайк басыңыздар. Дизлайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.